Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ боп шығатын және де бір дайындағаннан өте керемет боп шығатын медовик дайындаймыз. Жасалуы өте оңай және үлкен отбасыға, қонақтарды күтуге керемет шығады. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қолдауларыңызға рахмет. Ең алдымен медовиктің кремін дайындап аламыз. Оның үшін бөлек ыдысқа қант, ұн және піскен сүт құйып дайындап аламыз. Массамызды жақсылап араластырып аламыз. Ұндары бірте-кісі еріп жайылуы керек. Сосын жай отқа қойып қайнатып аламыз. Астыны осылай араластырып тұруымыз қажет, өйткені астыны алып қалмау керек. Массамыз қоюлана бастады. Осы кезде лимон цедрасы немесе ванилин қосып жіберсек те болады. Дайын болған кремімізді азғантай уақыт суытуға қоямыз. Жылы күйге келгенде майымызды салып ерітіп жібереміз. Міне креміміз дайын. Енді оны суық жерге алып қоямыз. Енді медовигіміздің қамырын дайындаймыз. Оның үшін 6 жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Жалпы барлық масалықтардың анық мөлшерін описанияда жазып қалдырамын. Қантты осылай венчиктің көмегінде ерітіп аламыз. Уксус пен соданы араластырып, жұмыртқалы массаға қосамыз. Қазанға балымызды салып аламыз. Жай отқа қойып, балымызды араластырып тұрамыз. Отқа қызып жатқанда сода саламыз, чайный соданы. Сосын осылай араластырып тұрамыз. Осылай көпіріп, түсі өзгере бастайды. Түсі қызғыштау болғанда, негізі түсінің өзіңіздің қалауыңыз. Егер осылай қызыл болса, медовиктің түсі де қызғыштау болып шығады. Қызарып алғаннан соң сары майымызды салып, оны да ерітіп аламыз. Осы кезі маңызды. Жұмыртқалы массаға салғанда да венчикпен жақсылап қозғап тұру керек. Әйтпесе жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Жақсылап араластырып алғаннан соң жай аз-аздан ұнымызды салып, араластырып қамырын дайындап алсақ болады. Ұн міндетті түрде електен өткен болуы керек. Осылай аз-аздан салып, қамырымызды дайындап аламыз. Міне қамырымыз дайын, қою қаймақ сияқты болды. Қамыр дайын болғаннан соң оларды бөлек ыдысқа 4 кесеге салып алдым, және де біраз азғантай қатуы үшін 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Листімізге салудан бұрын листіміздің астыны майлап аламыз. Дайын қамырымызды жаймен листке салып, қолымызбен жайып шығамыз.
жайып шығып жатқанымызда қамырды қатты баспауымыз керек. Қолымызды ундап жайып алсақ та ештеңе етпейді. Дайын болған қамырымызды печке саламыз. 10 минут, 11 минутта піседі, өте тез піседі. Піскенini білу үшін үстіні сондай қолымызбен басып көреміз. Үсті құрғақ дегені бұл пісті деген сөз. Бәрін осылай пісіріп аламыз. Өте тез дайын болады. Піскеннен соң ыстық күйінде алғанымыз дұрыс болады, тез алынады. Содан соң бәрінің формасını бірдей етіп кесіп аламыз. Korjlarımыздың бәрі дайын болды. Енді олардың арасына крем жағып, тортымызды теруді бастаймыз. Korjlarımızға кремдерімізді жағып болдық. Енді бұны 1 сағатқа холодильникке қойып қойсақ болады, кремдері қату үшін. Міне холодильниктен алдық. Жаңағы корждардың шетінен қалған қамырларды үгітіп алдым. Енді осымен сыртыны әсемдеп шығамыз. Негізі әсемдеу әркімнің өзінің қалауынша. Енді тортымызды 5-6 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Немесе үстіні пакетпен жауып, салқын жерге қойып қойсақ та болады. Сонда тортымыз өте жұмсақ болып дайын болады. Міне медовигіміз дайын, өте жұмсақ болып піседі. Дәмі де кремдері сіңгеннен соң өте керемет. Сіздер де қорықпай жасап көрулеріңізге болады. Егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.